Мына футболканың қолын кесіп тастағансың ба? Тупой бұны майка деп атайды. Өзі сондай болмайды. Кей футболкалардың футболка емес. Жоқ, мен түсінетін едім, естіп мына жермен мынандай болып качок болып отырсаң түсінетін едім. Жоқ, ол енді адам үйде жатар кезде, мысалы сен пижамамен жатасың ба, или осындай киіммен жатасың ба? Осындай киіммен жатамын алдым. Сен неғып өмірде балықтың Эфирге неге бұндай киіп киесің? Хотя бір сыйластық ретінде бір ұқсайтын киім емес, бір нормальный киім ашық тұр ма, или бір омырауым ашық тұр ма? Жоқ, енді ұқсайтын киіммен кіріп жатырсың ғой. Енді әшейін майка дегенде қатты майкаға да келмейді ғой, бүйтіп тұрған жоқ. Майка деген ішіндегі нәрсе болады. Мынау просто әшейін жейтін нәрсе ғой. Стоп. Ал дейсің анашым? Безрукавка. Түсіндің ба? Қалай дедіңіз? Безрукавка. Безрукавка дейді бұндайды. Мұны сіз жақсы қыз деп қойсың маған миымды ұрып түнде. Нет, жақсы қыз дейсің. Не болды? Саска! Есіңді жина, Саска! Молодец! Надоел уже, мамасының көзінде базарым жұқты ғой, кісінің көзінде. Қара бет. Йо. Привет, Чина, қалайсың? О, Диана келді ғой міне. Жақсы, өзің қалайсың, Диана? Жақсы, шүкір, не істеп отырсың? Ойын ойнайын деп жатырмын. Дұрыс. Бәрі жақсы ма? Барлық жақсы, өзінде Бүгін қалай? новый майк алдым ғой. Мә саған, күшті ке майк? Күшті болып тұр ма? Цвет елесіп тұрған сияқты өзіме, я? Иә, күшті болып тұр, мә нәжелерім, носки болып тұр. Үйге алған ғой өзіме. Бір алайыншы деп ша. Молодец, жарасып тұр, күшті екен, әдемі екен. Рахмет. Үш ойын ойнайық онда. Жарайды. О, міне, бәсе. Кеттік ағайындар. Бәріміз бірге экраннан басып. Бүгін өлең айтпай отырсың сен. Жай? Өлең айтсай, өлең тыңдайық. Тыңдағың келіп тұр ма, айтып берейін ба? Байқоңырдан ұрсай. Жарайды. Алиса, стоп.